Өңірде келешек мектептері ұлттық жобасы аясында заманауи технологиямен жабдықталған 7 мектеп іске қосылды. Бұл туралы жаңа оқу жылы қарсаңында өткен тамыз конференциясында айтылды. Кеңесте тағы нендей мәселелер қозғалды, сюжетке зер салайық. Конференция басталмас бұрын қонақтар арнайы көрмені тамашалады. Мұнда білім саласындағы жаңа технологиялар, цифрлық құралдар мен инновациялық жобалар таныстырылды. Кеңестің пленарлық отырысында мемлекет тарапынан педагогтарға жасалып жатқан қолдаулар кеңінен айтылды. Биыл облысымызда білім беру саласына 362,5 миллиард теңге бағытталды. Бұл облыс бюджетінің 100%-дан асты. Яғни мемлекеттік білім саласына көрсетіліп отырған үлкен қолдауы осы қаржының әрбір теңгесін тиімді жұмсап, нақты нәтижеге бағытталуымыз керек. Келешек мектептері ұлттық жобасы аясында заманауи технологиялармен жабдықталған 7 мектеп іске қосылды. Сонымен қатар білім беру бөлімдері мен мектеп басшылығынан білім сапасын арттыру бағытында нақты шаралар қабылдап, олардың орындалуы мен нәтижесін тұрақты бақылауда ұстау тапсырылды. Себебі білім алушылардың нәтижесі оқу үдерістерінің тиімділігін бағалайтын негізгі көрсеткіштерінің бірі. Осы бағытта мектептерге оқушылардың білім сапасын барынша арттырып, жоғарғы нәтижеге қол жеткізу міндеті қойылды. Білім бөлімдері мен мектеп басшыларына 4-ші сынып оқушыларының білім сапасын арттыру бойынша нақты шаралар қабылдап, нәтижелілігін тұрақты бақылауға алып тапсырамын. Сонымен қатар 9-ші сыныптардағы 10 тәжірибені бастауыш буынға енгізуді қамтамасыз ету қажет. Жиын соңында білім беру саласының дамуына үлес қосып, жоғарғы нәтижеге қол жеткізген үздік педагогтарға Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен, сондай-ақ облысқа сіңірген еңбек үшін құрмет грамоталарымен және сертификаттармен марапатталды. Дәл осындай төсбелгі Бекзат Әшірбай, Мейрамбек Сағанов, Елдар Түстікбай, 24 Ньюс.